Әлем таныған Әуезовтің тұғырлы тұлғасы уақыттың көші ұзаған сайын биіктей беретін несі. Қанша жіліктеп жүктесең де, өмірбаянының әр парағын ашқан сайын жазушының жұртқа белгісіз қырларының ашыла түсетіні неліктен. Ғибратты ғұмырдың әр үзігін алуан түрлі ғылыми еңбектердің нысанасына айналдырған ненің құдіреті. Талайды таң қалдырған Әуезов құбылысының сыры неде? Біз бүгін осындай сауалдарға жауап іздейміз. Әуезов соңына бай мұра қалдырды. Олардың ұзын саны әлі күнге дейін түгелден біткен жоқ. Кейбір шығармалары қиын қыстау кезеңде із-түзсіз жоғалып кеткен. Бірқатар жиындарда сөйлеген сөздері сол мәжіліс өткен елдердің мұрағаттарында хаттаулы жатқан болуы мүмкін. Соған қарамастан Мұхтар Әуезовтың мұрасы телегей теңіз. Әуезов үйі ғылыми-мәдени орталығы жазушының 50 томдық толық шығармалар жинағын әзірлеуге кірісті. Демек, ұлы қаламгердің бай мұрасы халықтың да байлығына айналады деген сөз. Әуезов соңында өз қадірінде, сөз қадірінде білетін саналы шәкірт қалдырды. Тұлпарларды тай күнінен танып, қызғыштай қорып, қанатының астын алды. Мұхаңның әдебиет пен ғылымға үкілеп қосқан темірқанат таланттары бүгінде руханият әлемінің алыптарына айналды. Солардың бірі Қазақстанның халық жазушысы, ұлттық ғылым академиясының академигі Зейнолла Қабдолов. Әуезовтің жетекшілігімен диплом жұмысын жазған студент Қабдолов Мұхаң негізін қалаған университеттің қазақ әдебиеті кафедрасына қызметке қалып, сол шаңырақта жарты ғасыр бойы табан аудармай еңбек етіп келеді. Ұстазының ақыл парасатын бойға сіңірген ол, Мұхаңның сырлы әлемін сұлу сөзбен суреттеген «Менің Әуезовым» атты роман-эссені өмірге әкелді. Әуезовтің әйгілі шәкірті Әуезовтің әсемдік әлемі атты зерттеулер циклін жылдар бойы жазып келеді. Әуезовтың өмірі де, шығармашылығы да, өмір қандай күрделі болса, өнер сондай күрделі. Міне осы екеуінің де куәсі. Әуезов 19 ғасырдың аяғында дүниеге келген, 6 жасында Абайды көрген. Содан былай қарайғы өмірі мынау 61 жылы 27 маусымда өз дүниеден өтті. Соған дейінгі өмірі өзінің халқы, қазақтың ұлты қандай қуаныш көрді, қандай реніші болды, қандай әлгі азаттық әлем деп жүр 17 жылғы қазанда. Соған ұмтылған қазақ жалпы маңымыздағы халықтармен бірге азапты өмірге тап болды деп жүрміз. О да рас болар. Өйткені енді қазақтың тұңғыш интеллигенциясы 20 ғасырдың басында анау Сұлтан Махмұт Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз деп жүрген. Сол Алашты бүкіл халық деп біліп, соны сол жөнінде үлкен осындай ұлы ұғымдармен жүрген, қашандан келе жатқан қазақтың алға ұмтылуындағы қозғаушы күш азаттық идеясы болатын болса, сол азаттық идеясының бір алыстан көретін идеалының сол іске асатын тұсау деп, сол мынау 17 жылдың төңкерісінен, революциясынан қаншалық үміт күтсе, соншалық алданғанын, қазақ халқының 32 жылғы 30 жылдардың басындағы қырғынға, аштыққа, бұны түп-түгел тіпті геноцид деуге болар еді. Соған ұшырауы, одан 20 жылдардың басында да болды өзі. 37 жылы қазақтың бетке шығар зиялыларының бәрін, анау-сонау Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыннан бері қарай бәрін баудай түсіріп, түрмеге жауып, ит жеккенге айдатып, асып, атып тастауы, осының бәрін көзімен көрген, ішінде болған, олардың талайы қандай азап көрсе, бұл да сондай бейнет көрген Әуезов
бұның өмірі туралы, бұның өнері туралы айту өте қиын сондықтан. Әуезов соңында өнегелі тәлім тәрбие қалдырып, оның ұстаздық ұлағатын, мейір шапағатын көргендер жеткілікті. Бүгінгі ұстаздардың өн бойынан зиялылықтың белгісі сезіліп тұрса, мұхаңнан дарыған шығар деп ойлайтынымыз да сондықтан. Тегінде Әуезовтің лекциясын тыңдаған студенттердің осал болған бірі жоқ. Сол буын сонысымен ақ мақтануға әбден қақылы. Мен студент кезімде мұқаң фольклор ауыз әдебиеті туралы, сосын Орта Азия халықтарының әдебиеті, абайтану курстарынан лекция тыңдадым. Маған мынау диплом жұмысына қатысты Бейсенбай Кенжебаев ұстазымыз Абайдың эстетикалық көзқарастары деген тақырып берген еді. Сол дипломды қорғаған кезде университеттің профессоры Мұқаң, сол ресми сарапшы оппонент болды. Енді ол кезде Мұқаңды білдік, бірақ біз баламыз, студентпіз. Бірақ мені сол Ленинградқа аспирантураға Казгуды бітірген кезде жіберуге, сол Бейсекеңмен бірдей, Бейсекеңмен қатар Мұқаңның пікірі шешуші болды деп өзім ойлаймын. Әуезов соңында санасы сәулелі ұрпақ қалдырды. Балалары ғылым қуды. Әрқайсысы да Ардақ Тәкенің атына кір келтірмеуге тырысып бақты. Әсіресе аузынан түсіп қалғандай өзіне аумай тартқан мұратының жөні бөлек. Тіпті көз көргендер Мұхаңның әңгіме айтып тұрып ара-тұра мұрнын сипалағанына дейін Мұраттың айнытпай қайталайтынын айтады. Енді бірер жылдан соң 60-қа иек артқалы отырған Мұраттың қазіргі кейпі көп көңіліндегі таныс бейнені еске салады. Кіші Әуезовтің де несібесі ешкімнен кем болған жоқ. Мәскеуде оқып, Қытай тілін меңгеріп шықты. Ұлт санасын ояту мақсатын көздеген жас тұлпар ұйымын құрып, алып державаның жүрек тұсына апарып қоңырау қақты. Төл тарихымызды философиялық ілім арқылы түсіндіруге ден қойды. Сан салалы зерттеу еңбектерін жазды. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда шығыстағы алпауыт көршіміздің тілін біліп, мінезін ұғатын маман ретінде елшілік қызметке де барып қайтты. Екі елдің ынтымақтастығының артуына үлкен Әуезовтен кіші Әуезовке дарыған дипломатияның әсері аз болған жоқ. Қытай танушы болуыма сол әкемнің тікелей қатынасы болды. Өйткені ол кісі Қытай тілінде қазақтың тарихына, түріктектес елдердің тарихына байланысты көптеген деректер бар деп сөйтіп түсінген. Өйткені ол кезде Шоқан Валихановтың 5 томдығы шықты. Жалпы енді қарым-қатынастар күшейіп келді. Мүмкін Қытайдың болашақтағы дүние жүзіндегі ерекше сол орнын сезіп, сол өз ниетін маған байланысты Қытай танушы болсын деген ниетпен. Соған вообще негізінде әкемнің негізгі ойы мен шығыстану факультетін түсерде араб танушы болса деген ойы бар еді. Бірақ ол кезде Москваға оқуға барғанда шығыстану факультетіне МГУ-дің араб тіліне түсу үшін мектепте ағылшын тілін оқу керек екен. Ал менің мектептегі тілім неміс тілі. Сондықтан бұл қайшылық болған соң, бірақ ешқандай қиналмай, әкеміз онда сол бұл мүмкін дұрысты шығар деп Қытай тіліне түскенімді сол мақұл етті. Қазақ халқының бақытына қарай репрессияның қанды шеңгелінен аман қалған Мұхтар Әуезовтің тағдыры кім-кімді де ойландырмай қоймайды. Жүрегінде жылуы, көзінде оты бар жас қайраттың қыршынынан қиылмауын Алаштың арыстары мақұл көріпті. Жазықсыз жалаға ұшыраған ел ардақтылары оққа байлануға санаулы күндер қалғанда жас Мұхтарға халқына рухани көшбасы болуды аманаттап тапсырыпты. Ал әлгідей керемет тамыр тереңімен халқының тарихын қопарып келе жатқан адам, өмірді өнерге айналдырып келе жатқан адам. Бұл Әуезов осы бұл енді жеңіс секілді, жеңіс
батырлар ерлікпенен жетеді жеңіске. Әдебиеттегі, өнердегі ерлік екенін ойласақ, осы жолда бұл көрмегені жоқ. Бұл сен дұрыс істеп жүрсін деудің орнына алып барып түрмеге салып Ташкент ұстап, содан келіп алып тұр Алматының түрмесіне айдап әкеліп, Алматының түрмесіне мына Тастақта 2 жыл жатқан ғой. 32 жылға дейін. 30 жылдан. Бұған сонда қазір осы біз әртүрлі құжаттардан болсын, адамдардың, білетін адамдардың айтуынан болсын бір оғып жүргеніміз, сонда Ахмет Байтұрсынов жарықтық Мұхтар Әуезовтің сол түрмесіне барған ғой. Екеуі ол уақытта жолықтырмайды. Екеуі ебін тауып бір жерден жолығып тілдесіп тұрған уақытта ананың өлердегі сөзі, айтқан сөзі Әуезовке Байтұрсыновтың. Мұхтар шырағым, біз жоқ енді, біз кеттік. Біздің қайыр жоқ, біздің осы кеткеніміз кеткен, біз жоқпыз енді. Ал енді біз кеткенменен сен қал. Мынау қазақ әдебиетінің, қазақ өнерінің, қазақ өмірінің бақыты үшін сен қал. Сондықтан сен қандай кінә болса да кінәсіз кінәланып жүрсің ғой. Соны мойныңа ал. Сен хат жаз, ашық хат жаз, сонымен шық деп кеткен уақытта сонымен жазылған ол анау Әуезовтің ашық хаты. Оны түрмеде жатып қиналып, сол азап көріп жатқандықтан тек жазыла қойған хат емес. Алматы қаласындағы ең қастерлі мекен-жайдың бірі осы. Бұл үйде Мұхтар Әуезов 51 жылдан 61 жылға дейін, яғни өмірден өткенше тұрған. Мұқан қайтыс болған соң бұл үй мұражайға айналдырылған. Бұл үй архитектор Георгий Герасимовтың жобасы бойынша салыныпты. Осы ғимараттың құрылысын бастар алдында Мұхтар Әуезов Толстойдың шығармалары дүниеге келген елді мекенді аралап қайтыпты. Орыстың ұлы жазушысы тұрған үйдің сәулеті қазақтың қарымды қаламгерін қатты қызықтырса керек. Бұл үйде әлемнің түкпір-түкпірінен келген жазушылар қонақта болған. Мемлекет басшылары мен қоғам қайраткерлері осы шаңырақтың төрінде тұрып, Мұхаңмен бірге талай рет сыр шертіскен. Ас ішетін столда Әуезовтің тұрақты өз орны болған. Қадірлі мейманның бірін оң жағына, екіншісін сол жағына жайғастырып, әдемі әзілін араластырып әңгіме өрбіткен. Мұхаңның төңірегінде үйдің шаруасына тиянақты, істің көзін білетін, сөзіне мығым жігіттер де болыпты. Әйгілі жазушы олардың кейбірін өзіне жақын дос тұтыпты. Онда Ахмет дейтін шешен болғанды. Ол енді аңызға айналған адам. Ол Қазақстанға қалай келіп қалған білмедім. Жалпы сол шешендердің осында айдауға келгенмен. Ал енді әкемізге мейлінше жанымен берілген адам. Мына шешен мысалы берілсе бір адамға так сенсе, онда сол өмір бақи, сол өз өмірінен жоғары бағалайды сол өзінің табынған адамның өмірінде. Ахметтің талай-талай аңыздары бар, сөздері, ол да сол. Ал енді ол қараңызшы, бір жағынан Ахмет сауатсыз, білімсіз, тек қана өзінің ұлтының баяғы сол рухани байлығы бар да өзінде жек. Бірақ та екеуі қандай тіл табысып, осы үйді маңайлап, талай-талай терең-терең әңгімелер болған. Әуезовтің үйінен Әуезовтің тағылымы сезіледі. Әр бұйым орын-орнында талғамға сай орналастырылған. Жазушы шаңырағының әрін келтіріп тұрған әр заттың өзіндік тарихы бар. Мынау Ләйланың, мынау Ернардың бөлмесі. Мына столда Абай жолының алғашқы 2 томы жазылған. Мына баспалдақтарда Мұхаңның табанының ізі, мына ыдыстарда Заева Валентинаның алақанының табы қалған. Әуезов үйінің әр мүлкі сонысымен бағалы, сонысымен қымбат. Мұхаңның алыс елдерден алдырған бұйымдары мен картиналарын осы күні шет жұрттан келген қонақтар таңдана тамашалайтын көрінеді. Әуезовтің талабы мен талғамын осыдан-ақ шамалай беріңіз. Бұл Мұхтар Әуезовтің жұмыс бөлмесі. Әйгілі Абай жолы роман эпопеясының 3-4 томдары, аяқталмай қалған Өскен өркен романы, сондай-ақ Абай туралы монографиясы
Басқа да көптеген шығармалары осы бөлмеде жазылған. Мұхаң бұл бөлмеде әркез шабыттана жұмыс істеген. Жазу столының шетіне жайғасқан стенографистка бөлмеде ерсілі-қарсылы жүріп, кейбір шығармаларын ауызша тудырған Мұхаңа кейде ілесе де алмай отырған. Бұл бөлмеде тұрып тебіренбеу мүмкін емес. Жазушының өмірден өткен сәтінде стол үстінде жатқан әрбір зат сол күйінде сақталған. Мына бүркіттің мүсіні Мұхаңа 1947 жылдан бері серік болған. Қудалауға түскен жылдардағы ахуалымен үндестік танытатын мына жыланмен арпалысып жатқан тырнаның мүсінін де маңдай алдында ұстапты. Мынау екі қолын артына ұстап, ары-бері адымдап, көмейінен сөз саулатқан жері. Ал мынау сәл-пәл дамылдағанда келімді-кетімді кісілермен әңгімелесетін орны. Әуезовтің бай кітапханасы да таң қалдырмай қоймайды. Әрқашанда ағысқа қарсы жүзген Мұхаң кітаптарын араб жазуының тәртібімен оңнан солға қарай тізіп қойған. Ғұламаның кітапханасында әлемдік маңызы бар аса құнды және өте сирек кездесетін әдебиеттер жетіп артылады. 20 ғасырдағы әдебиетіміз біздің Әуезовтің әлгідей қиянатын да көріп, рахатын да көріп, Әуезовтің әрине Ленин сыйлық алуы, тіпті бір ауыздан ана ол кісіге сыйлық берген уақытта бүкіл Мәскеу түп-түгел Мұхаң өзі келгенде осында қызық кісі ғой, енді айтып келді. Маған барлығы дауыс берді анау комитеттегілердің. Сыйлық беретін комитеттегілердің бәрі дауыс берді дейді. Сонда бір-ақ адам қарсы болды дейді. Ол өзім еді дейді, ананың ішінде дейді. Соған керемет қызық қылып айтатын еді әлгіні. Бүкіл барлық орысын, қазағын, барлық ұлтты түгел жұмылдырып, аузына қаратып, мына жақтан жүрген Әуезов, мына жақтан біз қуамыз. Әуезов ұлтшыл, мына қазақ университетін кетуі керек деп. Мәскеуге барып, қашып барып осы арадан. Мәскеуге барып паналап, Мәскеу университетінде Кеңестер одағының әдебиеті, туысқан халықтар әдебиеті дейтін курс жасап, оны МГУ-де оқыған уақытта тіпті жаңағы жазушы одан басқарып жүрген адамдардың барлығы соған барып, студенттерді бола қойғанда тіпті бүкіл интеллигенцияның бір ең таңдаулы өкілдері бар Әуезовтың лекциясын тыңдап жүреді ғой. Бұл жағынан келгенде ол сұмдық шешім болатын. Білімдар қазақ әдебиетінің топырағында, қазақ өмірінде Әуезовтей көп білімді адам жоқ. Оның аз ғана өмірінің сол 28-30 жылға дейінгі кезеңі түп-түгел оқумен өтті. Ленинград университетіне 23 жыл барып түскен кезде де ол жерде бастан аяқ түгел оқыған емес. Мұхаң тек қана солардың ішінде Наурызкий, Бартельд, Эйхенбаум сияқты белгілі академиктердің, белгілі ғалымдардың нелерін тыңдағаны болмаса, басқа нелеріне қатыса бермеген сабақтарыды. Ол еркін тыңдап, еркін қатысып, қалғаны уақытын бәрін өзі ізденумен өзінен өткізген. Мына Әуезовпен бірге оқыған кімнің сөзі бар? Ираклий Андрониковтың. Біз алғашқы бірге екі оқыған алғашқы түскен кезде бізге көрсетілген әдебиеттерді дейді, оны жүздеп саналатын дейді. Соны іліп қоятын дейді. Соны барып, біз тұтас қалдырмай жазып алып жатсақ, жаңағы Мұхаңда айтады, ол келді да, соның ішінде бір-екеуін ғана жазып алды дейді. Қалғанын жазып алған жоқ, өйткені ол Мұхаң бәрін оқып қойған. Бұл жаңғақ ағашының осы аулада өсіп тұрғанына жарты ғасырға жуықтап қалды. Мұхаңның көз тірісі кезіндегі ескерткіштердің бірі осы. Бұл ағашты 1953 жылы Мұхаң осы аулада өз қолымен отырғызған. Жазушының өз қолымен қадаған шыбығы көктеп көгеріп, өркендеп өсіп, бұл күнде көкке ұмсынып, саясына көлеңке түсіріп тұр. Ұзақ жылдар бойы тамыр жайған ағаштың жемістері де мол төгіледі. Бағбандығынан бекзаттығы басым Мұхаң отырғызған дәл осындай ағашты Алматыдан көптеп табу қиын.
Ол ұстаздың баулыған шәкірттері де, өсіріп өрбіткен ұрпақтары да сондай. Қаламгердің қасиет құнарынан нәр алған, өніп өсіп, өркен жайып, тамырын тереңге жіберген. Бізде кеңес жүйесі жоқ. Кеңес жүйесі өтті дейді бір қатар білгіштер мысалы. Кеңес әдебиеті деп аталған қазақ әдебиеті сол кеңес жүйесімен бірге кетті деп жүр. Бұл білместік, бұл ойланбай айтылған сөз. Арғы беріге көз жібермей, әлгідей терең толған сыстарға бармай айтылған сөз. 20 ғасырдағы қаншалық қиын көрейік, қаншалық қиындық көрейік, осының бәрінде біздің әдебиетіміздің гүлденген дәуірі. Өйткені Мұхтар Әуезовтің Абай эпопеясының, Абай жолы романының кәдімгі 4 томдық қазақ әдебиетінің шыңы, әлі күнге дейін бой бермей жатқан биігі, мына Талғар, Алатаудың Талғары секілді, болмаса ар жағында Қан Тәңірі секілді, әлі маңайлатпай келе жатқан шығарма бұл. Бұны әркімдер әрі алай тартады, былай тартады. Кейінгі бір адамдар соған мініздеп, сын айтып жүретін көрінеді. Айту керек қой әрине. Бірақ оның 20 ғасырдағы қазақ әдебиетін бұрынғы болмаған биігіне көтерген. Ұлы эпопея екенін әр уақыт естен шығармауымыз керек. Орыс әдебиетінің 19 ғасырын Толстойсыз, Толстойдың соғыс және бейбітшілігінсіз қалай көзге елестете алмайтын болсақ, дәл сондай Мұхтар Әуезовтің Абайы туралы ойланбай 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы айту мүмкін емес. Мұқаңның Абайға абайтану қосқан үлесі деген мәселелерді біз кейінірек ұғып, тереңірек түсініп жүрміз. Мұқаңның өзі абай тану дегенге өмір бойы оған еңбек сіңірген. Жасынан Абайдың өмірін, Абайдың ауылында, сол жақ маңайда өңірде өсті, білді. 33 жылы жаңа Абайдың толық жинағын алғаш шығарған Мұхтар Әуезов. Ал ол кітап 33 жылдан бұрынырақ шығуға керек екен. Өзі 25 жылдарда Мұқаң осы толық жинақты бастыруды қолға алған. Өйткені 23 жылы мына Тілші деген газетте Абайдың жинағына Абай кітабы деп Ильяс Жансүгіров пікір жазған. Сонда Абайдың толық жинағын шығару керек деген мәселені алға қойып, осыған Мұхтар Әуезов сияқты Мұхтарды тура атайды атын, білетін Абайды зерттеп жүрген адам қатысу керек дейді екен. Бірақ Мұқаң алғы 32 жылға дейін, 29 жылы, 30 жылдардың арасында 32 жылға дейін айдауда болып, түрмеде болып, 32 жыл ғана шықты ғой. Сонан кейін барып жаңағы толық жинақ шықты. Яғни ол бірнеше жыл кешеуілдеді. Осыңа дейін өзім қайран қаламын, өйткені біз шынымен жас балдар қойдық. Сонда Болатхан Тайжанов дейтін досым, Алтай Қадыржанов үшеуміз кәдімгідей сол ұлттық мәселені көтеріп, алдымен сол күнде кітапханаларға барып, ұлттық мәселе бойынша деректер жинап, содан кейін сол күзде бастадық, сол 62 жылда, күзде бастап, 2 айдың ішінде Мәскеуде оқитын сол мыңдаған қазақ студенттерінің басын қоса білдік. Сонда Жас Тұлпар деген ұйым сол кезде дүниеге келді. Оның бәрі қазір енді өзімде біраз жасқа келдім, соны өмірімді талдап көргенде, оған тікелей әкеміздің сол себебі болған. Мәскеуде операция столында жан тапсырған Мұқаңның қазасы Мұратты ерте сейтеді. Арқа сүйер әкеден айырылған мәскеулік студент енді бар салмақтың өзіне түскенін, өз бетінше тіршілік қылу қажеттігін жақсы түсінеді. Күні кеше ғана жанында жүрген әкесінің ақыл кеңестерінің өсиетке айналғанын, сол өсиеттің ендігі ғұмырына айнымас бағыт-бағдар боларын аңғарып. 27 күні әкеміз қайтыс болған күні мен Қытай әдебиетінен сол емтиханды тапсырғам, жақсы тапсырып, оқуым жаман болған жоқ. Сол әр бесімде әкеліп, бала кезімде сол әкем айтқанда ол қуанып кәдімгідей. Соған сол күні күндегідей Кунцевоға барғанда, сонда сол суық хабарды сол жерден естідім.
Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын зерттеушілердің қатарында жазушының ұлы Мұрат та бар. Ол әке ғұмырының жұртшылыққа бұрын белгісіздеу болып келген қалтарыс тұстарын қарастыруға ден қойып жүр. Әуезов ұрпақтарының басын қосып, әке тағылымын үйретуден жалықпайтын Мұрат бабалар тарихында жаңаша көзқараспен зерделегенді жөн санайды. Әкеміздің сол арғы тегін білуіміз жақсы білуіміз керек. Өйткені мен оны қазір шет жағасын зерттеп те жүрмін. Мысалы 17-18 ғасырдан бастап мына қожалар, Түркістанның қожалары, олардың бірнеше ордені болған. Әкеміз оны өте жақсы білген. Олар тек қана Қазақстанның жерінде емес, тек Орта Азия жерінде емес, 17-18 ғасырдан бастап батыстың күшеуіне байланысты. Содан кейін отаршылдық саясатқа сол қарсы жергілікті адамдар көтереміз деген ниетпен сол кейбір орденнің қожалары, олар жан-жаққа сол бір жола кете бастаған. Ал енді әкеміздің ата-бабалары Түркістаннан келген қожалар болған. Телжановтың суретінде сонда жас Мұхтар Әуезовтің сол айтуында Абайдың өлеңдерін естіп жатыр дегенде. Демек, Абайдың Мұхтарға деген әсерін көп айтамыз. Ал енді Мұхтардың ата-бабаларының Абайға деген сол келтірген әсерін, ол туралы қазір әңгіме көп болмай тұр, өкінішке орай. Ал енді мысалы Абайдың өлеңдерін оқып көрсеңіз, сонда Махмұд Қажғари жинаған көне түріктердің сөз үлгілері барлығы. Ал енді Жүсіп Баласағұнның сол жазған поэмаларының сарыны жатыр Абайдың сол өлеңдерінде. Оны кім келтірді? Ол Қазаннан келген жоқ. Ол сол ауызша далада сақталған, және жазба түрінде сақталған сол шығыс мәдениеті, сол үлкен бұлақ, сол әкеміздің, Абайдың және Шыңғыстаудың біраз ұлы азаматтарына сол сусын болған, зәмзәм суы болған мұра. Демек, Әуезов әлемінің жұмбақтары әлі де шешімін таптыра қойған жоқ. Жазушы өмірбаянының да, шығармашылық мұрасының да зерттеушілер тереңірек үңілуге тиіс тұстары баршылық. Әйтсе де, қай қырынан қарасаң да ұлылықтың іздерін көресің. Күрделілігімен құнды, сұлулығымен сырлы Әуезов әлеміне әсемдік дарытып тұрған құдіреттің өзі сол емес пе? Мұқаңның Абай творчествосына жаңағы зерттеуге кеткен ондаған жылдары өз алдына, 17 жылдың шамасында жаңағы Абайды жолы деген осы күнгі халық бәрі білетін дәуірнама, эпопея, роман дейміз, роман эпопея, соған 17 жылдан арналды ғой. Сонда өмірінің көпшілік уақытын сол Абайдың заманын, дәуірін, өзінің өмірін, шығармаларын зерттеуге арнады ғой Мұқаң. Рахатынан бейнеті көп, азабы көп өмір кешкен Әуезов, әйтеуір өзінің ұлы талантының арқасында қазақтың маңдайына біткен бір бақыт болып, мына жұлдыздар арасындағы ең жарық жұлдыз болып, бізге Әуезов бар. Әуезовтың әдебиеті, 20 ғасырдағы әдебиеттің шыңы Абайды туғызған Әуезов, біз бұндай кәдімгі кеудемізді керіп айтатын сөзге ие болмаған болар едік. Әуезов жөнінде айту, бұл жай әдебиет шыған емес. Әлгі кімнің айтатыны бар ғой? Евгений Евтушенконың. Поэтов в России больше, чем поэт деп. Сол секілді Әуезов жазып шыған емес ол. Одан әлде қайда кең. Мұхтар тағылымы, Мұхтар ұлағаты, Әуезовтің көзін көргендердің қанша толғаса да айтып таусалмайтын тақырыбы. Өйткені Әуезов әлемі мұзарт шыңдай биік, телегей теңіздей терең. Әуезов туралы әңгіме мәңгілік бітпейтін әңгіме.